Сәлем достар, сіздермен бүгін пряник жасайтын боламыз. Ол үшін бізге творог, қант, жұмыртқа, ұн, разрыхитель және сливочный майды ертіп алдым. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің каналымда басқа да рецепттер бар. Жұмыртқа мен творогты блендермен өстіп езіп аласыздар. Сөйтіп, рет-ретімен араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Жиырма минутқа тындырып қойып қоямыз. Тындырып болған соң осылай бөлшектерге бөлесіздер. Видеодағыдай жасаңыздар. Томалақтап осып қоямыз да, духовкаға 200 градуста 20 минутта пісіреміз. Енді біз глазур жасайтын боламыз. Ол үшін жұмыртқаның ағын миксермен әбден араластырып аламыз. Содан кейін барып біртіндеп сахарный пудра салып отырасыздар. Міне глазурымыз дайын. Пряник піскен соң суытып, глазурға батырып қоямыз. Өте дәмі керемет, жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Достар, мен каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеомда мен венский вафли жасайтын боламын. Ас болсын.